Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен математика сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамай тұрып балалар әуелі каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сосын жанында колокольчикті басамыз. Балалар жаңа видео шыққан кезде бірден сіздерге шығып тұратын болады. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Оқулықтың 128-ші беті. Тапсырманы орындап, қандай жануар Қазақстанның қызыл кітабына енгенін анықта. Тапсырмалармен қапталында жауаптары берілген. Біріншісі, қосуды орында. 25-те 14 пен 25-те 7-нің қосындысы 25-те 21-ге тең. Демек, біріншісі Б нұсқасы дұрыс. Екіншісі, азайтуды орында. 4-те 9 азайту 4-те 6 тең болады 4-те 3-ке. А нұсқасы дұрыс. Демек, балалар, қызыл кітапқа енген жануар барыс жануар екен. Екінші тапсырмаға қараймыз. Асы. Қазақстанда далалы жағдайға бейімделген өсімдіктердің 250 түрі бар. Бұл Қазақстандағы барлық өсімдіктердің 48-де 2 бөлігін құрайды. Қазақстанда барлығы қанша өсімдік бар? Ол үшін балалар 2-ге бөліп 48-ге көбейтеміз. Сонда барлығы 6000 өсімдік түрі бар. Келесі үшінші есепте салыстыруды орындаймыз. Балалар, 1 сағаттың 12-де 1 бөлігін сұрап тұр біріншісінде. 1 сағатта 60 минут болса, оның 12-де 1 бөлігі 5 минут. Келесі 1 сағаттың 15-де 2 бөлігін сұрап тұр. 1 сағаттың 15 бөлігі 4 минут, 4-ті 2-ге көбейтсек 8 минут. Дәл осылай балалар біз салыстырамыз. Төртінші тапсырма. Төртінші А сыныбында барлығы 30 оқушы бар. Оның 10-нан 3-і табиғатты қорғаушылар үйірмесіне, ал 10-нан 5-і экологтар үйірмесіне барады. Бұл үйірмелерге барлығы қанша оқушы қатысады? Балалар, бірінші біз 10-нан 3-ін табу алайық, яғни табиғатты қорғаушылар үйірмесіне неше оқушы қатысады? Оны табу үшін балалар 30-ды 10-ға бөліп 3-ке көбейтеміз. Сонда табиғатты қорғаушылар үйірмесіне 9 оқушы қатысады, ал экологтар үйірмесіне 15 оқушы қатысады. Жалпы 24 оқушы осындай үйірмелерге қатысады. Немесе оны балалар бөлшек түрінде былай дұрсақ болады. 10-нан 3 қосу 10-нан 5-ке тең болады 10-нан 8. Яғни 30-дың 10-нан 8 бөлігі, бұл дегеніміз 30-ды 10-ға бөліп 8-ге көбейту, демек 24 оқушы. Бесінші тапсырма. Хайуанаттар бағындағы ақ аюлар үшін хауыз салынды. Хауызға су 2 құбыр арқылы құйылады. Бір құбырдан минутына 37 литр, екіншісінен минутына 42 литр жылдамдықпен су құйылады. Хауызға барлығы 25280 литр су сиятын болса, онда ол қанша уақытта толады? Әуел екеуін қоса аламыз балалар. Сонда екеуі 2 құбырда минутына 79 литр су ағады. 25280 литрді 79-ға бөлсек, сонда 320 минут. 320 минут өткеніміз 5 сағат 20 минутта толады сонда. Әсінде, хауызға бір құбырдан минутына 38 литр жылдамдықпен су құйылады, ал екінші құбырдан минутына 42 литр жылдамдықпен су сыртқа ағады. Егер су құйылғанға дейін хауызда 100 литр су болған болса, онда 20 минуттан кейін хауызда қанша су болады? Балалар, ол үшін екінші құбырдан бірінші құбырды азайтамыз, сонда 4 литр қалады. 20 минутты 4 литрге көбейтсек 80 литр болады. 100 литрден 80 литрді азайтқан кезде, сонда балалар 20 литр су толады, яғни 20 минуттан кейін. Алтыншы есеп амалдар. Бізде балалар бұл жерде 4 амал есеп бар, және жақшамен қосқанда 5 амал отыр. Біз бірінші жақшаны орындаймыз. Жақшаның өзінде 3 амал бар. Біріншісі көбейтуді орындаймыз, сосын бөлуді орындаймыз, одан соң азайту амалын. Жақшаны болған соң, жақшаның сыртындағы саннан азайтамыз. Сол кезде біріншісінде 102705 шығады. Жетінші тапсырма. Велосипедші мен мотоциклші бір уақытта бір пункттен бір бағытқа жолға шықты. Мотоциклшінің жылдамдығы сағатына 40 км, а велосипедшінікі сағатына 12 км. 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Бірінші балалар, біз мотоциклшінкінен велосипедшінің жылдамдығын азайтамыз. Сонда арасы 28 болады. 28-ді ол 1 сағаттағы ара қашықтықта, ал енді оны біз 3 сағатқа көбейтсек, сонда ара қашықтығы 84 км болады.
Келесі 8-ші тапсырмаға қарайық. Ол 130-ші бетте оқулықтың. Біз дүкеннен биіктігі 17 см лимон көшетін және биіктігі 12 см болатын раушангүл көшетін сатып алдық. Егер дұрыс күтім жасалатын болса, лимон бір аптада 3 см-ге, ал раушангүл 4 см-ге өседі. Неше аптадан кейін лимон және раушангүл көшетінің биіктіктері бірдей болады. Ол үшін балалар қараңыздар, алғашқысында лимон 17 см, ал раушангүл 20 болса, бір аптада лимон 20 болады, 2 аптада 23, 3 аптада 26, дәл солай жалғасып кете береді. Ал раушангүл ол 4-ке арта береді. Мысалға, біріншісінде ол 12 см болса, 16 см, 20 см деп, яғни 5 аптаға келген кезде екеуінің биіктігі бірдей болады. 9-ші тапсырма. Бөлімі 25 болатын дұрыс бөлшек жаз дейді. 25-те 11 немесе 25-те 21 немесе тағы да басқа шығаруға болады. Алымы 25 болатын бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек деген сөз, қараңыз. Алымы 25 болса, бөлімі демек 25-тен кіші сандар деген сөз. Сол балалар ол бұрыс бөлшек болады. Ал егер бөлімі 25-тен жоғары болса, онда ол дұрыс бөлшек болады. 10-ші тапсырма. Есепті шығар, сен зерттеушісің. Құлпынайдан тосап қайнату үшін оның 3 бөлігіне 4 бөлік қант қосылады. 8 килограмм 400 грамм тосап қайнату үшін қанша құлпынай алу қажет? Ол үшін балалар 4-ке 3-ті қосып аламыз. Барлығын сол санға бөлеміз. Сонда балалар қараңыз, 1 килограмм 200 грамм болады екен да, енді бір бөлігін алып қарасақ. Сонда құлпынай 3 килограмм 600 грамм, ал қант 4 килограмм 800 грамм болып тұр. Ең соңғы тапсырма балалар, 11-ші есеп. 2 автокөлік бірдей жылдамдықпен жүріп келеді. Біріншісі 360 км, ал екіншісі 480 км жол жүрді. Егер біріншісі екіншісіне қарағанда 2 сағат кем жүрген болса, онда автокөліктің әрқайсысы жолда қанша сағат болды дейді. Ол үшін балалар 480 мен 360-ның айырмасын тауып аламыз. Шыққан санды 2-ге бөлеміз. Өйткені біреуі екіншісінен 2 сағат артық жүрген болғандықтан. Сонда қараңыз, орнына қойып тексереміз. Біреуі 6 сағат жүрсе, екіншісі 8 сағат жүрген екен. Балалар, каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге есеп көп болғандықтан, осылай видеоны тезірек айтуға тура келіп тұр. Сау болыңыздар балалар. Келесі видеоны күтеміз.